Енді жылға тағы да көліктер қымбаттайды. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бізде екі жаңалық бар. Екі жаңалықты бөлісе кетейін. Бірінші жаңалық қандай десеңіздер, жылдағындай осы процесстердің, көліктердің бағасы қымбаттау. Енді жылға тағы да көліктер қымбаттайды. Өздеріңіз көргендей Instagram парақшада, TikTokта, мемлекеттің сайттарында осындай жарнама жасап жатыр. Кірмейтін көліктер бар. Именно Toyotаға баға көтерілді. Ал Toyotаны көрейік енді. Сондай жаңалықтарымыз бар. Енді міндетті түрде көтеріліп жатыр. Оны білесіздер. Ендігі жыл тағы да баға қосылатын болады. Енді екінші жаңалығымыз, біз енді осы сферада, осы жұмыста жасап жүрген соң, тендер енді қарап жүрмейсің ғой. Осындай көліктерді алып келген соң, оған сервис жасау керек. Одан кейін жаңағы мемлекеттегі бір ой туды. Көбісі тендермен байып жатыр, тендермен жасап жатыр деген сияқты. Енді мен де сондай ой келді. Неге осы тендерге қатыспасқа, тендерді бір көрейікші деп сұхбаттасып, тендер жасайтын жігіттермен соның артына бір түсіп іздеп көрдім. Біздің екінші жаңалық дегеніміз сол туралы. Енді бізде Шымкентте, Алматыда өзіміздің сервистеріміз жасайтын жерлер бар. Осы қай нәрседе болса да мемлекеттің соған сай деп ойлаймыз, соған сай салғамыз, стандартына салғамыз. Енді бірінші сол тендерді, ана тендерге қатысам, мына тендерге қатысам, былай қатысамыз, анадан сұрайым. Еш онда бір жақсы тендер аламай қойдық. Сосын енді ол тендер қандай? Біздегі жаңағы мемлекеттегі госоргандарды көліктер, больница болсын, акимат болсын, одан кейін тағы да қандай. Осы мемлекеттердің көліктерін обслуживание жасайтын. Енді Астана Моторс үлгермей атқан шығар, содан қалған бір кішігірім нелер бар шығар, объемдар деп, сондайға бір әрекет жасағанбыз. Сөйтіп әрекет жасап, еш тендерлерді аламай қойдық. Соңын барып енді бұны қайтеміз деп зерттеп көрдік. Соңын енді бізде де жаңағы бәріміз адамбыз. Жол полиция бар, органда істейтін бар, акиматта айдайтын водительдер бар. Солардан жайлап сұхбат сұрай бастадым барып. Енді таныс арқылы барып сұрап, осы машиналардың бәрін қай жақта сервис жасавасыңдар десем, білмейміз дейді. Енді әрине олар білмейді. Енді мақұл, бұның майын кім ауыстырады, колодкасын кім ауыстырады, фильтрлерін кім ауыстырады деп олардан сұрасам, өзіміз ауыстырамыз дейді. Сонымен жайлап енді қарасам, қараңыздар, тікелей, енді жаңа коррупцияның ортасы ғой енді бұл да. Тікелей оның астында жүрген подчиненный өздері ауыстырады. Фильтрлерінде, колодкалерінде, майларында, бәр нәрсесін қараңыздар. Ақшан қаяқтан аласың? Енді ақшан айлығымыздан дейді. Енді айтпайды ғой жаңағындай, елден аламыз деген сияқты. Мысалы, әшейін айтайық, ГАИ-ні айтайық. Мысалы, ГАИ жол полициясын. Жол полициялар бәріміз жеп көретін сияқтымыз. Олар да біз сияқты адамдар да, жол полиция. Олар айдап жүрген мемлекеттік көліктердің бәрін мысалы өздері жасайды. Ол ақиқатта өзің ойлашы, мысалы, ол машиналарға жоғары жақтан кім оған ақша бөліп жасап береді. Енді бензин бөлетіні бар, енді бензинді бірде бөледі, бірде бөлмейді деген сияқты. Одан кейін барып жаңағындай фильтр, май, колодка, бұлар уже көп жүреді, ол үшін көп ауыстырып отыру керек. Сол объемдарды алып жұмыс жасайық деген едік. Сөйтсек, бұлардың бәрін осы өзінің астындағы айдап жүрген адамдар жасайды. Коррупция қаяқтан шығады. Олар қаяқтан айлығын бәрін беремейді. Сонымен барып адамдар тоқтатады. Адамдардан нарушениесіне ақша алады. Сол ақшаны колодка ауыстырады, май ауыстырады деген сияқты. Ақиқат қой, дұрыс қой. Оны сіздер де, біздер де білеміз. Сөйтіп сұрастырып, енді арғарай сұрастырсам, олар айтпайды ғой енді тікелей, надан алып, надан ауыстырам деген сияқты. Сол сияқты коррупция осыдан басталады. Соңын ал тендердің ақшалары мемлекетпен ар жақпен келіседі, жоғарыдағы кісілер ар жақпен келіседі, тендерді өзіне алады да, бұл жақта машиналарға, өкіметтегі машиналарға сервис вообще жасалмайды.
Оның бәрі қаяққа кетеді білесіздер, жоғарыдағылардың қалтасына кетеді. Иә, ол міндетті түрде солай болады. Одан кейін мен ойлап отырмын да енді, коррупция қалай? Бәрі бастан дейді, балық бастан шірейді дейді. Сол бастағылар дұрысталса кішігірім, бәріне жақсы болар еді да, халыққа да, мемлекетте істейтін жұмысшыларға да соны азаяды деген. Енді ол менің пікірім, сіздің пікірлеріңіз не екен, сол туралы өздеріңізге комментарий жаза кетіңіздер, пікірлеріңізді тастай кетіңіздер. Сөйтіп біз тендерге қанша қатыстық, аламадық. Қалады тендер, болмайтын жаңағы бір совхоз емес, енді бір неде, мекемеде, пожарныйдың, бір гасвиатрийдің бір нәрсесі, ол машина уже 92 жылғы, 89 жылғы машиналар, оның бөлшегі емес, атымен жоқ болып кеткен машиналар да, атымен жоқ болып кеткен машиналар. Оларға қалай қатысасың? Осындай сумма беріп қойған, оны жасай алмайсың. Сол сияқты сондай бір қызықтар болып отыр да. Сондай бір қызықтар, жаңағы мен айтатын, бізде енді мысалы жаңа трассада көп жүреміз, басқа жерде жүреміз, мысалы машиналарды көп алып келеміз, жаңа көп алып келген кезде осындай, мысалы жол полициялары ұстайды, жаңағы анау болады, мынау болады деген сияқты, ананы істеп жатыр. Енді бәріміз білеміз ғой, сіздер де ұстайды жолда жүрген кезде, жаңағындай мынамен шешесіздер бәріңіз. Сол сияқты осының бәрі қаяққа кетеді. Мысалы ол еще плюс тендерден бөлек бұл тағы маржа ғой деген сияқты да, оның бәрін жинап жаңағы жоғарыға кетеді, жоғарыдан ары қарай кетеді деген сияқты. В общем, бізде Қазақстанда байып жатқан только осы мемлекетті былай рулить етіп жатқан кісілерде ғой. Сол осындай жаңалықтар, осындай бір өзіміздің, мен мынау видеоны түсіріп жатқан себебім, өйткені сол тендердің кесірінен осы неге айтпасқа деп осы видеоны жасап жатқан. Енді өздеріңіздің ойларыңыз не? Сіздер не дейсіздер? Осыны мемлекеттік органда істеп жатқан адамдарға, осыны қызметкерлерге жіберіп қойсаңыздар, олар бір лайк басады, бір-біріңізге таратып, осындай пікірлеріңізді тастай кетіңіздер. Аман болайық. Иә, көлік тапсырыс беріңіздер Медина Групп алға, сіздердің қолдауларыңызбен. Аман болайық. Жақсы.